Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге телефондағы ойындардың балалардың психологиясына қалай әсер етіп жатқандығын нақты айтатын боламын. Ең алдымен арнаға тіркеліп алыңыздар. Жалпы соңғы 10 жылда дүниеге келген балалардың планшет, смартфон немесе компьютерге телініп отырғанын күн сайын көріп жүрміз. Бүгінде бұл заманауи технологиялар баланың ермегі ғана емес, тәрбиелеуші құралына да айналған секілді. Бұл туралы мамандар онлайн ойындардың бірінші кезекте ата-ананың қарауынсыз қалған балаларға аса қауіпті екенін айтады. Озық технологияларды ұзақ пайдаланудың бала психологиясына тигізер кері әсері көп. Шамадан тыс берілетін ақпарат балаларды енжарлыққа душар етеді. Сондай-ақ ғаламторды өзінің серігі деп қабылдайтын жеткіншектер айналасында болып жатқан жағдайлардан мүлдем бейхабар болып өсіп келеді. Жақындарымен араласудан қашқақтайтын адам шынайы өмірді виртуалды әлемге айырбастап жіберетіндей дәрежеге жетеді. Бұлайынша айтқанда, пайдасынан зияны басым. Шынымен де бүгінгі таңда гаджетке тәуелділік, ондағы ойын әлеміне құмарлық көбейді. Әрбір ойынның жаңартылған нұсқалары шығып, кішкентайларды еліктіре түседі. Онлайн ойындарға кешенді зерттеу жүргізген ғалымдар оның тек аяқ пен қолдың жұмысына ғана жақсы әсері бар екендігін анықтаған. Алайда әсері бар екен деп тапжылмай отыруға да болмайды. Компьютер алдында ұзақ отыру ақыл-естің дамуын тежейді. Ал телефонға тәуелділік жасөспірімдердің шынайы өмірде өз-өздеріне сенімсіз, сондай-ақ тұрмыста кездесетін қиын түйіндерді шеше алмайтын адамдар және әке-шеше қарауынан тыс қалған балалар аталған ауруға бейім. Осы әуестігі компьютерден, телефоннан тыс жерде тіршілік ету оның уақытын босқа жоғалтқанымен бірдей деп есептейтін деңгейге жетеді. Ұялы телефондағы түрлі атыс-шабыс ойындардың жеткіншектердің психологиясына нақты қалай әсер ететіндігін атап айтайық. Біріншіден, ұзақ уақыт ұялы телефонда отырған жеткіншектің көзінің көру қабілеті нашарлайды. Екіншіден, ойынды көп ойнаған жеткіншектер ата-аналарымен кикілжіңге баруға бейім болады. Үшіншіден, жеткіншектердің сабаққа үлгерімі нашарлап, сабаққа бармай қалуды жиілетеді. Баланың бұрынғы достарымен қарым-қатынасы азаяды. Өзі сияқты осындай онлайн ойындарға үйірсектермен ғана араласатын ғана болады. Күнделікті ақшаға сұранысы да көбейіп, берген уәдесін орындамайды. Сонымен қатар, бала ашуланшақ, мазасыздану сияқты түрлі мінездерді шығарады. Және де ұйқысы бұзылып, зейіні мен есте сақтау қабілеті нашарлайды. Көз жанары төмендейді. Басы ауырып, омыртқа жотасында бұзылыстар байқалады. Ақпараттар пайдалы болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.